Пригостен жатсың ғой, сен. Ойбай! Нового года не будет. Дед Мороз принял ислам. Бля, долбоёбсың ба сен? Смешно, да? Конечно, смешно, блядь, Ты долбоёб охренел? Ештеңе етпейдің. Неге жылап тұрсың? Жылама, сен еркексің. Не падай, духам дейді орыстар. Сен кеудеңді тоссаш. Бұл сенің басыңа келген сынақ. Неге түсінбейсің? Еркектің басынан не кетпейді? Бәрін көтеру керек. Боран, бұршақ болсын, жауынға кеудеңді тос. Мұхтар Шаханов айтады, кім айтты ақ көйлектің жағасы кірілемейді деп. Өмір болғаннан кейін болады. Бүгін сенің алдынан қоян шықпады ма, ертең кенгуру шығады. Кез келген овчарка, кез келген алабай, кез келген кандек питбуль болсын. Өзіңдің кеудеңді көтеріп тұйғынмын депті. Некогда дөрегеймін деп өзің түсірме. Тазамын деп айт, таза. Все, давай. Тыңдаса, естіп тұрсың ғой. Таксовать етіп жүрем, ана сары қатын тоқтатты да, минет 2000 деді. Сосын мен орысша түсінбеймін, қақтан білейін, 2000 дегесін бір алыс жер шығар дедім да, енді жолды өзің көрсетіп тұрасың дедім. Сөйтіп тұрем, да пошел ты деді. Мен тұрдым да, онда 1500 дедім. Сонымен тұрды боқтап, еттерін басыма қаптап сөйтіп тұр. Сосын шықтым да, мен де боқтап бердім. Бет терісіміз жыртысып, қырылсып, минет деген не екен енді біліп жатыр ғой, жаңа айтып жатыр ғой балдар. Қақтан білейік. Еще жолдан біру кезіп отса, оны да салып алайық деп қоям мен. Ол әкел дегендерді әкел дейді. Сен де бер дегенде бер. Айдан жоқ нәрселер тақтырсын, картофель, пай деймі. Оқ сүйда балғыжан деген майыз бәрін тастап. Кәне бір шолп еткізіп бір бетіңнен сүйейін бе сені? Кетер. Алматының әкімі Аяз Атаға бөлінген бұғының да ақшасын жеп бөлінген. Ешекпен жіберген. Что там істейміз? Ішіп сүкет менде. Жауап бершім сен, нормально сұрап тұрмын. Нормально сұрап тұрмын мен сен, айтса не істейміз? Қосын ба, ержан? Ютуб қарамыш маған. Не үшін осы уатсың мен өз-өзім? Мен жеңге деп адам жоқ Пранк. Біз айтты ғой мен жеріма тиме бүгін қызылжа құлақтай жатыр, ашуыма тиме дедің саған. Қаға айтыз? Подарка бер! Ел басында ерен толға тұрғанда. Бәрімізді балапандай баптап қызғыштай қорып келе жатқан кемеңгер қайраткерсіз. Әрбір елді мекенді сіздің атыңызбен атауға болар еді. Вы заставляете мое сердце биться чаще. Дауыс беруге шақырамын! Сағат деген кешкі 7, мен жұмыстан келіп жатырмын. Ертең болады сабақ. Енді әй, мана болды сабақ. Сен үйге келдің, ұйықтадың. Енді ертең барамыз ғой сабаққа, таңертең бармаймыз ба? Сен мана обедте ұйықтап қалғаннан көп ұйықтағансың. Арайка. Үйге тапсырманы орындаймыз қазір, үйге ерен тапсырманы. Сосын ұйықтаймыз, кешке тамақ ішеміз. Содан кейін таңертең тұрамыз, сол кезде өстіп кейін сабаққа барамыз, суретке түсеміз. Сенен сабақ болып кетті енді. Әй, суретке ертең түсеміз ғой. Апай ертең деді ғой суретке. Мана сабақтан тараған жоқпыз ба? Мана білесің ба? Апаймен шықтық қой. Ертең сурет деді. Әлі түн болған жоқ қой, бір күн өткен жоқ қой. Түн енді болып жатыр. Қара дала түн. Таңертең емес.
Түсіндің бе мені? Үй тапсырмасын орындаған жоқпыз. Энергті жаттау керекпіз. Үйді жазу керекпіз. Сосын тамақ ішеміз, ұйықтаймыз, сосын таңертең тұрамыз, сол кезде суретке түсеміз. Түсіндің бе енді? Болды, шешін. Бекер киіндім. Бекер киіндім дейді. Енді өзің сабақ қарамай киінген. Егер айтпайсың. Жаным, кешір, жаным. Шешең амы қотақ Мбаппе заебал на уже пидорас негр, бля. Қотағым жегір пидорас, блядь, нахуй. Амың шыққыр қотақпаса кезін бір Мбаппе шешең амы. Пидорас, бля, аяғың сыңғыр қотақпаса кезін. Сюда. Не ол? Vegetarianski торт шоколадный берег. Құрамында bir mısır yumurtası. Nice. Rulsuz жүрген қалай екен, дос? Сигнал беріп қойшы қайны? Ке? Осы жігіт рулсыз машина дейді. Бітсей, қашай қысып қойдан біткен кезде сигнал алсатып ше. Мына жаққа қарай, бұрылатын оға. Оны нәуітке қарай. И сосын барып бедесіне холостой болып қоясың. Нейтрал келді ше? Бедесіне айдап кетпесіне әкетіп қоясың. Шортино вариант қой. Оя? Ол не егісі? Қызар қаран. Алтоздар бер. Камера var. Досик, қалға қайттық. Малсың ба, таза отморозный малсың. Избаловала тебя советская власть. Прежде помню, котов вас и вовсе не кормили. На, бери, ешь. Сами себе мышей добывали. Предки твои вон охотники, добытчики были, а ты пользуешься моей добротой, знаешь, что кроме тебя у меня никого нету. Братья, дышать не забывайте, дышать. Жаным, мен саған давай қазір сұрақтар қоям, сен тез жауап бер, я? Қызыңның аты кім? Жасмин. Ініңнің? Мәди. Қарындасыңның? Үнжу. Мамаңның? Маржан. Папаңның? Ерсайын. Әйеліңнің? Айша. Любовницаңның? Айтпай қойдым да. Жау біздің құшағымызда, жау біздің ішімізде. Найзамызды суырайық десе қол. Екі-үш кісімен жабылып барып пышақ тығылмаса, пистолетпен пидорас түсіп кетсе, екі жігіт аламайды мен. Былай. Yeah!
$200,000 Toyota Camry $200,000 kep bitmedi. Bitmedi. İyi haydi soğuk. Soğuk. I want. Ашума тимеш өзінем, Құдай үшін, прошу тебя, слава Бога, Құдайдың құдіреті, слава Бога, жыныма тимеш, амын шаттайым, шешең. Өмір бұл, алдап кетеді, ұрып кетеді, өмірде барлық нәрсен, арам адамдардың барлығына көне көреді. Қылдап тұру керек, қылыштың, пышақтың жүзі секілді қылдап тұру керек та. Мен таксовать етіп жүрген адаммын. Жаңа анау банкте менеджер болып істейміз деген екі мас қызды апарып тастап, дальше клиент қарап жүрсем, машина артында бірдеңе ұз дейді. Ойбой, телефондарым кеткен екен ғой деп тоқтап, машина артын қараймын, телефон жоқ. Бірақ анау ұз деп тоқтар емес. Сонымен сиденье астына шығып алар екен, қолым салып алсам, андай бірдеңені сабыма, андай сопақ, андай ұзын келген, фиолетовый цвет. Жаңа қарасам, балықтың иісі шығады. Жанында кнопкасы тұр екен. Кнопкасын бассам, басы бүйтіп айналып жатыр, деп. Тамақ істейтін, араластыратын бірдеңе шығар деп. Тұрсам, милиция балдар келді. Аға, не істеп тұрсыз? Маньяксыз ба дейді маған. Сонымен не істеп тұрған десе, тұрмын деп. Құжаттарыңызды беріңіз дейді. Ойбай деп, құжаттарымды алайын деп, қол істемейді. Аузыма тістеп, құжаттарымды алып жатсам, извращенец деп, қолымды қайырып, артық кетіп жатыр ана жігіттер. Мен извращенец емеспін. Мен оның тамақ істейтін нәрсе екеніне уверен болып тұрмын. Өткенше балықтың иісі бар, тістеген кезде бір тұзды ащы бірдеңенің иісі шығады. Сөйтсем енді біліп жатырмық қой, радиатор ма, карбюратор ма бірдеңе тырғап бітетін. Кейін аузы.